Бабылдағы ең бақытты адам керуеннің басында бабылдық саудагерлер қаханы Шаруна-да желіп келеді. Ол жарасымды киінгенді ұнатады, сондықтан да үстіндегісі көздің жауын алар демі де ыңғайлы киім. Ол Сем жылқыны жанындай жақсы көретіндіктен де астындағысы сүліктей жылтыраған арабы сүйгілік. Оған қараған адам оның соншалықты егде тартқан кісі екеніне сенбес еді. Сондай-ақ оны мазалаған ойды да байқамас. Шамнан Дамаск бастау тартқан саяхат шөлдала арқылы сондай ұзағыры азапты болар ма? Бірақ оны мазалаған жол емес еді. Арабтың жабайы тайпалары керуенге бас салып, тегін байлықты талауы да оны үрейлендіріп келе жатқан жоқ. Оның атты күзеті сондай мығым болатын. Оны мазалаған нәрсе Шамнан ертіп келе жатқан жанындағы бозбаланың жайы еді. Ол алдында төленбестей қарыздар бұрынғы серіктесі Арат құланың немересі Хадан құла Шаруна-да серіктесінің немересіне қамқор болуды өзіне міндет санайды. Бірақ неғұрлым көп ойлаған сайын, ол міндеті күрделі бола түсті. Өйткені мәселе бозбаланың өзінде болып тұр. Жас жігіттің жүзігі мен сырғасына қарап ол ішінен былай ойлады. Ол шекей жігіттің сіні деп ойлағанымен келбеті атасының ерікті жүзінен аумайды екен. Бірақ атасы мынадай жарқын киімге өс емес еді. Мұрадан қалған байлықты пышыратқан кесінің қиранды өмірінен құтқарып, дербес ғұмырын бастауға бағыттау үшін мұны ертіп алған өзім едім. Не болар екен? Хадан құла үнсіздікті бұзып, сөз бастады. Сен неге ылғи өзіңді азапқа салып, шөл даламен керуен тартасың? Неліктен өмірдің рахатын көруге құлқың жоқ? Өмірдің рахаты дейсің бе? Шаруна-да күлімсіреп, қайыра сұрады. Ал сен менің орнымда болсаң, өмірден қалай рахаттанар едің? Егер мен сен секілді алпауыт болсам, ханзада сияқты ғұмыр кешер едім. Мый қайнатқан шөл даланы кезуді ойламас едім. Шекел біткен мияныма қалай тез келсе, солай тез жұмсар едім. Үстіме ең қымбат киім киіп, ең сирек шекей тағынар едім. Осындай өмірді мен қуана сүрер едім. Екеуі де мыз болысты. Сенің атаң шекей тағынған жан емес деп Шаруна-да турасын айтты да, зіл ыңғайға көшті. Ал сен жұмысқа уақытты қайдан іздемексің? Жұмыс деген құлдыкі ғой деді. Хадан құла Шаруна-да ерінін тістелете, ештеңе дей қоймады. Ол үндеместен төбенің басына шыққанша жүре берді. Төбе басында ол айғырының тізгінін тартып, созылып жатқан ойпатты нұсқады. Ана ойпатты қара. Анау, іргеректе көрінген Бабылдың бекінісі. Ең биік ғимарат, Вала туханасы. Көзің өткір болса, сен тіпті оның шатырындағы мінгі алауды да көре аласың. Бабыл лемдегі ең бай сол қаланы көруді аңсаған едім. Хадан құла менің атама байлық қонған Бабыл ғой. Ол тірі болғанда біздің өлетімізде осынша сор болмас еді. Өлгендер рухына шектеулі уақытта. Тыс тірілерді аралауға болмайды. Кен екеуің онсыз да өз істеріңді жөнге салуға болар еді. Өкінішке орай, онда да менде де ол іске қажет қабілет болмай тұр ғой. Кем екеуміз қолымызға алтын шекел тартатындай құпияны білмейміз. Шаруна-да жауап берместен айғырын тебініп қалды да, төмен қарай желіп кетті. Оның соңынан түйдектеген шаңды көтеріп керуен ілесті. Біраздан соң керуен суармалы алқап арқылы барып, оң тұсқа бұрылатын патша жолына түсті. Шаруна-даның назарын жер жыртқан екі қарт аударды. Олардың жүзі бұған таныс болып көрінді. Таң қаларлық жайт. 40 жыл өткесінде соларды көру қызық екен. Бұған олардың сол кісілер екенін айнытпай танытатындай үлдебір түйсігі жәрдемдесті. Олардың бірі соқаның тұтқасын жай ғана ұстап тұр. Екіншісі өгіздерді күйбеңдеп таяқтап жүр. 40 жыл бұрын ол осы адамдарды осылайша көріп еді. Сол кезде олардың орнын басуға әзір болатын. Содан бері қалайша бірі өзгеріп кетті десеңші. Ол Шам қаласынан алынған қымбат тауар артылған таңдаулы түйелер мен есектерден құралған керуенге мақтанышпен көз салды. Өйткені мұның бірі оның байлығының аз ғана бөлшегі болатын. Ол шаруаларға нұсқады да былай деді. 40 жыл бұрынғы жерді леділ солай жыртып жүр. Неге оларды 40 жыл бұрынғы шаруалар деп ойлайсың? Мен оларды бұрында осы жерде көргем. Оның басына сол кездегі көріністер біртіндеп келе бастады. Бұл неге өткен шақты жерлеп, осы шақпен ғұмыр кеше алмайды. Көз алдына Арат құланың жымиған түрі келді. Өзіне ілесіп келе жатқан бозбалаға ойы қайта ойысты. Мына бір жеңіл байлыққа ұмтылған бозбала мен оның бағалы шекейге қор болған саусақтарына бұл қалай қол ұшын берер екен? Ол еңбекке дайын адамға кез келген жұмыс тауып берер еді. Ал еңбектің басқаға ғана арналғанын пайымдайтын пендені қайтпек. Қалай болғанда да Арат құланың құрметіне бірдеңе істеуі керек қой.
Ол екеуі кез келген істі соңына жеткізуге дағдыланған еді-ау. Кенет оның басына әлдебір жоспар сұлбасы келе қалды. Әрине, оны тиянақты жоспар деуге келмес. Бұл жоспар оның жанұясы мен өзінің абыройын соққыға тігетіндей, ірі қатал, ірі ауыр. Бірақ Шаруна әрдайым шешімді тез қабылдайтын. Бұл жолы да солай шешуді ұйғарды. Атаңмен екеуміздің пайдалы ісімізді қалай бастағанымыз жайлы тыңдағың келмей ме? Алтын шекелді қалай табу жайлы болса, әңгімені содан бастамайсың ба? Деді бозбала. Бозбаланың ескертпесіне құлақ аспаған күйі Шаруна сөзін жалғады. Анау шаруалардан бастайын. Ол кезде мен сенен үлкен емес едім.